Ананың сезімі. Ауылдың шетіндегі қара шаңырақта ана отыр еді. Күн қызарып батып бара жатты, ал көкжиекте күннің соңғы сәулелері көгілдір аспанды алтын түске бояп жатты. Бұл көрініс ана үшін қарапайым ғана еді, бірақ оның көзіне жас келді. Себебі ол күннің батысын ұзақ жылдар бойы ұлының келуін күтіп өткізді. Ұлы қалаға оқуға кеткеніне бірнеше жыл болды, бірақ анамның сағынышы бір сәтте азайған емес. Ол әр кеш сайын есік алдындағы терезеге шығып, ұлының көлігінің гүрілі естіледі деп үміттеніп күтеді. Ана әр хатында ұлына: мен жақсымын, саған ештеңе де қажет емес. Қайтарда маған гүл әкеліп қолынан сүй деп жазатын. Бірақ ұлының қалада оқуы, кейін жұмысқа орналасуы оның ауылға жиі оралуына мүмкіндік бермеді. Ана күн сайын хаттарға жауап жазып, оның келген-келмейтінін сезгісі келетін. Кейде ұлының келетінін сезіп, таңды ашық өткізіп, есік алдында күнді қарсы алатын еді. Бірақ сол уақыттарда үміттері үзіліп, ештеңе болмайтын. Бір жылы, көктемнің жылы күнде, анам егін егуге кірісті. Ол үнемі ұлының да көмектескенін қалайды, бірақ ол қалада жұмыс істейді. Осылайша кешкісін күн батқанда егінді суарды. Сол кезде алыстан ұлының көлігінің жарығы көрінді. Анасы қолын көзіне тосып, жақындатып қарай бастады. Бұл, шынымен де ұлының көлігі ме, әлде көлік қана ма? Ол жүрегінің дүрсілін естіді. Ұлы ұзақ жылдар бойы бірінші рет ауылға келіп отыр еді. Ұлы қораға тоқтап, анасына жүгіріп келді. Ол өзінің арманында көргендей емес, бірақ көңілі тоқ еді. Анасына ашық обысы жайылды. Ұлының жылтыр шаштары мен бетіне түскен шөптің жасыл іздері ана жүрегін жылытып жіберді. Ұлы сүйсіне анасына қарап: апа, мен келдім деді. Анасы көздерінен жас ағып, ұлын құшақтап алды. Оның жүрегі әлемді жеңгендей болды. 2 күн бойы анам ұлының қалада көрген жаңалықтарын қызыға тыңдады. Олар ескі фотоальбомдарды қарап, бірге тамақ пісіріп, ауылдың қараңғы көшелерін кезіп жүрді. Ұлы оған қаладағы жұмысымен бірге өз армандары мен мақсаттары туралы айтты. Бірақ анам үшін ең бастысы, ұлының амандығымен бірге болған сәттері еді. Кеш түскенде ауыл іші тынышталып, ғана шу естіледі. Ұлы терезеге қарап отырып, анамның жусан иісімен араласқан ескі үйлерді көрсетті. Бұл оның бала кезіндегі ең бақытты шақтары, ұмытылмас естеліктері болатын. Анасы терезеден ұлының көлігін қайта көрді. Оңаша қалған сәтте ол ұлының қолын алып: қашан қалаға оралсаң, мені өзіңмен бірге ала жүр. Ешқайда жіберме деді. Ұлының көздерінен жас көрінді. Бұл көздерде сағыныш пен бала кезден бері жалғасып келе жатқан ананың мейірімі жатқан еді. Түн ортасында ұлы мен анасы босағада, айлы түнде ұзақ отырып қалды. Ұлы ауылдың аспанына қарап, бала күнін еске алды. Анасы ұлын құшақтап, екеуі көктемнің салқын ауа райынан бір сәттік жылылық іздеді. Ұлы әкесінің үйін көрді, ал анамның көзі ұлының бейнесін соңғы рет көрді. Олар қайта қауышты. Ұлы қалаға қайтадан кеткенде, анам есік алдындағы орындыққа отырып, көкжиекте батып бара жатқан күнге ұзақ қарап тұрды. Бірақ оның көңілінде бір сенім бар еді: ұлы қалаға жетсе де, ауылға қайтып келеді. Бұл оқиға ананың терең сезімі мен мейірімін көрсетеді. Ол әрқашан баласының амандығын тілеп, оның қай жерде болса да оны қолдайтындығын біледі. Ұлының келуі анамның жүрегін жылытып, оған күліп, қайтадан күтуге мүмкіндік берді. Бұл ана мен бала арасындағы мәңгілік байланыстың символы.